Қайырлы түн, қазақ елі. Міне біз қазір Алматы қалалық полиция департаментінің астындағы уақытша ұстау изоляторынан шығатын Жанболат Шайтаданды күтіп алуға келіп тұрмыз. Ол жігітті өздеріңіз білесіздер, 5 тәулікке қамады. Қамау себебі көшеде Кеңес одағының туын ұстап жүрген адамдардан олардың туын жұлып алғаны. Солардың арызы бойынша ол 5 тәулікке қамалған, 5 тәулікке. Енді ол қазір түнгі сағат 11-де шығу керек. Мына жерде енді қаншама адамдар қазір әртүрлі бір-бірін танымайтын адамдар әлеуметтік желіден естіп осында келіп жатыр. Әртүрлі бір-бірін танымайтын кісілер жиналған, әлеуметтік желіден естіп осында келіп жатыр. Мен өзім көрмеген адамдардың барлықтары жиналған. Ана жақта күштік құрылым өкілдері. Алаш партиясының Арон Атабектің оң қолы қанатқа қанша үй алып келеді. Қақпайды, мынаның қалай міндетті талайдап шыққан. Арон Атабектің 2-де 1, 21 деген. Халқым бірге белсенділер болатын бәрін білді, сондықтан олармен ертерек алып кетті. Қорқады олар, көрдіңіз Сол жерде рухыды басымен жолықтырып, жаңағы 784 бапқа қатысты біраз әңгіме, жаңағы түсініктеме жүргізді. Сол жермен келісіп, сол жермен не болды? Әртүрлі ақыл пікірлерін айтты. Енді мен де бұл істі білерек саналы түрде жасаған нәрсе емес, тек жол жөнекей көріп, халқымның ұлттық патриот азамат ретінде намысым оянып, ескертулеріме қарамай, оларды мені ұлттық намысыма тиді. Былайша айтқанда, біздің ата-бабамыз бұл жерде соғысып алған, сендер не бітірдіңдер, сендер жақсылық жараспаған немедер деген әңгіме келді. Содан мен ашуланып, барып тулары жұлып алдым. Енді бұл мен саналы түрде емес, ашумен сол бір сәтте дұрыс. Қорқатын түгі де жоқ. Көшелен ақырында 9 маймен қосылды. Анасы батырды туған анасына рахмет. Енді осындай жағдайлар болды. Енді бұл планда саналы түрде жасаған нәрсе емес, бір сәттік аяқ асты болған нәрсе. Бұндай нәрсе болады деп ойлағанбыз. Намыс қазақтың намысы ғой. Намыс өлтірді. Ол жерде де бізден кеткен қателік бар. Енді мен оны тоқтатып оларды қателік емес. 102 шақыруыма болар еді, бірақ енді бір іште бір ұлттық намыс жанып тұрды. Одан басым болды. Олардың кері жауабы. Солай ол туды көргенде намысымыз ол да бізді қазақ ұлтын қорлаған бір әрекет деп санадым. Сондықтан сондай бір әрекетке бардым. Сіз бір сұрақ қойсам болады ма? Сіз өзіңізге тағылған айыппен келісесіз бе? Мен тағылған айыппен келіспеймін бұны енді. Біз апелляциялық сотқа шағым бердік. Сот бүгін таңертең болды. Бірақ сонда да сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Енді сонымен қатар уақытымыз да бітті. Енді бұл жерде көп енді айтады ғой, орысша айтқанда попал плати дейді. Және сондай бір әрекетке бардық, жазасын өтедік. Бұл істеген ісім үшін ешқандай не емеспін, өкінішім жоқ. Әр Қазақстан. Әр қазақ мен орнымда қандай қазақ болса да осы істейді деп ойлаймын. Бірақ енді бұл іс әрекетіміз дұрыс емес, әр ісімізді заңды түрде жасайық. Тоқтатып қандай жағдай болса да Жоқ, олардікі дұрыс па?
басқа мемлекеттер Дұрыс емес. әрине дұрыс емес. Олар дұрыс емес. Дегенмен бұл жерде де жаңағы енді әртүрлі баптар бар ғой біз өкіметтің Іштері итөліп жатыр. ішкі тәртібіміз бар, соған да бағынуымыз керек деп ойлаймын бір жағынан. Иә. Сондықтан қандай бір іс-шара болатын болса алдымен мемлекеттік құзырлы органдарға хабарласып, жаңағы деректермен, дәлелдермен соларға жүгінгеніміз дұрыс. Тағы бір сұрақ қойсам болады ма? Сіздің үстіңізден арызды сол жаңағы ту көтеріп жүрген адамдар жазды ма, жоқ әлде полицияның өзі шақырды ма? Полицияның өзі шақырып мені бірден қамауға алды. Олар ешкім арыз жазған жоқ, иә? Қай ауылда? Олар менен кейін келіп жазды олар. правасы да жоқ онда қамауға арыз жазған адам болған. Иә. Сіз оларға қарсы арыз жазған жоқсыз ба? Біз қарсы арыз жазғанымыз жоқ. Қарсы арызды енді ертең шыққаннан кейін адвокатпен ақылдасып әрі іс-қимылымызды соған қарай жасаймыз. Егер де олардың орнында біз болсақ та, мысалы, өз туымызды көтеріп 4 машинамен жүретін болсақ, бізді қамайтын еді, мына митинг ұйымдастырып деп. Жай ғана бір ай жүргеннің өзін қамайды. Жанболат аға өткенде сот аяқталғаннан кейін сізді артқы есіктен алып шықты мысалға. Одан кейін жаңа көк формада киген ұлттық қауіпсіздік комитеті кейіннен білдік, оны күзетші айтып отыр. Сіз сонымен сөзге келіп қалдыңыз ғой, біз алыстан түсіріп үлгердік. Айттым, мен адамгершілікті мені сыртта достарым, белсенділер, бірге келген жігіттер күтіп тұр, және мен бір сотқа қатысқан жақын жігіттер күтіп тұр. Мен оларға бір жауыз сөзімді айтайын, рахметімді айтайын, мені қолдап келгендер үшін. Бірақ олар маған қайта бір адым сыртқа шығуға рұқсат бермеді. Сол қалпы мені тықпалап артқы есіктен алып кетті. Қысым болған жоқ былай айтарлықтай, иә? Басқа жерде қысым болған жоқ. Ұрып соғу болған. Ол аман болыңыз, иә. Жоқ, ондай ешқандай жағдай болған жоқ. Я ой, қостанайлық өтінің жігіттері бірауыз бізге ұрып берсе дейді. Иә. Жалғасбек деген жігіт біздерге қолдау жасады. Қолдау жасады, иә. Жақсы, Жалғасбекке сәлем. Әрқашан қазақ болып, қазақтың артында қазақ тұрсын. Жарайсың, Жанболат. Жарайсың, Жанболат, жарайсың, Жанболат, жарайсың, Жанболат. Видео айта беріңіз. Келесі жылға дейін КСРО-ның туын көтеруге тыйым салатын заң талап ету керек. Қазақстанда бір-ақ ұлт, қазақ ұлты, қалғандары диаспора, ұлыстар. Жақсы, рахмет көп келгендеріңізге. Атамекенді бір сырқайық. Бұл намысты азамат соны істейді. Түсінігі бар, саяси ой-өрісі бар, көзқарасы бар азамат соны істейді. Ол қызыл туды көтеру 70 жыл ту тігілді, ол заманнан өттік, кеңестік заманнан. Ол енді қайтып келу тиіс емес. Кеңестер одағының қайта құрылуының тәуелсіздік алған Қазақстан үшін ешқандай қажеттілігі жоқ. Ал соны орнатқысы келеді, қайтарғысы келеді. Ол Путиннің саясаты. Путин сол үшін Украинаға соғыс ашып отыр. Әлі күнге біткен жоқ. Қан төгіс, қырғын болып жатыр, қалаларды қиратып жатыр. Бейбіт адамдар, балалар, әйелдер
қарттар үйінде отырып түскен бомбадан қаза тауып жатыр. Екі мемлекеттің арасында соғыс жүріп жатыр. Ол не мақсат? Ол кеңестер одағын қайтадан қалпына келтіру, ол Ресейдің империалистік, шовинистік мүддесін іске асыру. Үлкен саясат. Ал енді сондайлар кеңес одағын орнауды қалайтындар көшемізде тайраңдап қызыл тумен жүрсе, оған қаның қараймай, қалай ыза болмай, әй тоқта деп туын жұлып алып лақтырып тастамай қарап отыра аласың. Кез келген елін ойлаған адам, елін бүгінгі емес ертеңін ойлаған азамат Жанболат сияқты қарекет жасайды. Мына көпшіліктің келіп отырғаны Жанболаттың сол әрекетін дұрыс деп бағалағандығы және қолдағандығы. Сонымен бірге ешқандай да біздің тәуелсіздігімізге, елдігімізге, тұтастығымызға қауіп қатер төндіретін, іште жүріп ірткі салатындарға жол бермеу. Біз соған жол бермейміз деп осында жиналып тұрмыз. Жанболат соның үшін қолдап отырмыз. Осыдан кейін жиналып осы жерге суретке түсті. Күштік құрылым өкілдері ана жақта қарап тұрды. Осымен бұлар тарайды. Қазақ жерінде тек қана қазақ туы ғана көтерілу керек. Одан кейін біз депутаттар ұйықтамас. Қазақтың да аудитория. Міне осымен эфир тоқтатам. Өздеріңіз көрдіңіздер. Бостандыққа шықты. Бәрі дұрыс. Осы эфирді таратыңыздар.